Құрметті көрермендер, бүгін мен сіздерді Ақтөбе қаласындағы жаңа номері 82-ші жалпы білім беретін орта мектеппен таныстыратын боламын. Бұл Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ұсынған жайлы мектеп, заманауи білім ортасы. Жайлы мектеп бұл Қазақстанда білім беру саласын жетілдіруге бағытталған ұлттық жоба. Оның мақсаты барлық оқушыларға заманауи талаптарға сай қолайлы және инклюзивті білім беру ортасын қамтамасыз ету. Бұл мектеп дәстүрлі мектептерге қарағанда 15-20%-ға кем болады. Сонымен қатар техникалық жабдықталуы 4 есе жоғары болады. Мектебіміз 2000 балаға арналып салынған және 4 қабатты. Мектепте робототехника кабинеттері, STEM, зертханалар, хореография залдары, коворкинг аймақтары және 4 спорт залы қарастырылған. Сондай-ақ алғашқы әскери дайындық үшін арнайы ашық алаңдар жабдықталған. Инклюзивті білім беруге ерекше көңіл бөлініп, ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін жедел сатылар, пандустар және арнайы белгілер қарастырылған. Сонымен қатар мектепте психолог, логопед және дефектолог кабинеттері болады. Мектебіміздің 2-ші қабатын қамтыған 300-400 орындық актовый залымыз бар. Сонымен қатар бастауыш және жоғары сыныптарға арналған 2 асханамыз бар. Әр блокта оқушылар мен мұғалімдер үшін жұмсақ жиһаздар, кітаптар, музыкалық аспаптар және үстел ойындары бар. Демалыс аймақтарында ұйымдастырылған мектеп заманауи бейнебақылау және кіру-шығу бақылау жүйелерімен жабдықталған. Жайлы мектеп жобасы балалардың сапалы білім алуына, қауіпсіз және қолайлы ортада дамуына арнайы бастама. Номері 82-ші мектеп мыңдаған оқушының арманына жол ашатын жаңа білім ордасы.